Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа капустадан голубцы жасайтын боламын. Ең алдымен кастрөлімізге суды құйып, капустамыздың сыртқы бір қабатын алып тастап, капустаны суда қайнатып алатын боламыз. Одан кейін тартылған еттің үстіне шала пісірілген күрішті, күштен өткен сәбізді және ұсақтап туралған пиязды салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, әбден араластырамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Әрі қарай капустаны алып, бір-бірлеп, дәл видеодағыдай осылай жапырақтарын бөліп алатын боламыз. Капустамыз қаттырақ болса, қайтадан суға салып алуға болады. Капустаның сыртқы осындай қатты бөлігін кесіп алып тастайтын боламыз. Капустаның үлкен бөліктерін ортасынан бөліп, ішіне салмасын салып ораймыз. Дәл видеодағыдай барлығын орап шығамыз. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыздар, сонда сізге жаңадан салған видео рецептерім түсіп тұратын болады. Менің каналымда бұдан да басқа өте көптеген дәмді тағамдар түрлері көп, сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Барлығын осы ретпен орап шығамыз. Орап болған соң кастрөлімізге майды құйып, пиязды қуырып, одан кейін картоп пен болгар бұрышын салып, үстіне бір шай қасық томат пастасын қосамыз. Енді осы картопымыздың үстіне голубцаларымызды орналастырып шығамыз. Голубцидың ортасына келтіріп ыстық су құямыз, дәміне қарай тұз себеміз. Бетін жауып 35 минуттай орташа отта қайнататын боламыз. Міне, капустадан голубцаларымыз дайын болды. Ыдысымызға салып, бетіне қалауларыңызша укроп пен көк пияз қосып ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір жаза отырыңыздар.